Қайырлы күн достар. ИП талонын және уведомленияны алу. ИП талонына бізге, дәрігерге сіздің ИП-іңіз бар екенін және ИП-іңіздің аты дұрыс жазылуы үшін дәрігерге барасыздар. Декрет кезінде уведомленияны тоже өздеріңіз режимін көру үшін ИП-ның упрощенка ма және общеустановлено ма сол үшін ала аласыздар. Оны алу үшін біз Е-лицензия деген сайтқа кіреміз бірінші. Е-лицензия сайтына кіресіздер. Одан кейін войти. Ол сізде ИП болса войти-мен, бұрын осы сайтта тіркелген болсаңыз войти-мен, тіркелмесеңіз регистрироваться деп ЕЦП-мен пошта жазып тіркелесіздер. Біз войти дедік, одан кейін электронное правительство, сосын ЕЦП арқылы кіретін боламыз. ЕЦП-ны таңдайсыздар. Ішінен ауыз ключтарыңызды таңдап, сол Е-лицензия сайтына кіреміз. Сол парольдерімізді жазып кіріп, разрешитқа басамыз. Одан кейін менің аты жөнім шықты. Осы сайтта тіркелгенмін бұрында. Личный кабинет, история заявления и полученных услугқа басасыздар. Оның астында уведомление, реестр субъектов. Астыға қарай түсесіздер. Менде екеуі тұр. 20-шы жылғы даны, 22-ші жылғы даны. Соңғы даныларды аламын. Одан кейін журнал действидан отырғанға басамыз. Скачать уведомление. Міне үстінен бассаңыздар орысша және қазақ тілінде. Астыңғы жағында скачать талон тұр. Орысша және қазақ тілінде. Скачать етіп аласыздар. Болды. Осыны скачать етіп дәрігерге, соңға, жалпы қайда сұрады, сол жерлерге бара бересіздер. Уведомление және талон алу бойынша осы. Сосын талонда бізде ИП-ның аты, кім екені, қай районға қарайтын жазылады ғой. Ал уведомленияда біз ИП-ның қайда тіркелгені, ИП-ның режимін толық көре аласыздар. Қандай ОКТ-қа қарайтынын бәрін. Сол үшін уведомленияда скачать етіп алып отырыңыздар. Декретке кезінде сразу уведомление мен талонды ИП ашқан кезде жіберіп тастаңыздар.